Сәлем достар, қалайсыздар? Мынау енді керемет рецепт екен. Біреуден көрген едім, жасап көрейінші деп шештім. Өте жылдам, тез дайын болатын кельчи дайындаймыз. Бізге ең алдымен бұл жерде паприка қажет. Паприкамызды салып, үстіне өздеріңіз қалауларыңыз бойынша қызыл бұрыштан қосасыздар. Қатты ащыны жақсы көретін болсаңыздар, көбірек қосасыздар. Мен бұл жерде кішкене ғана қостым. Үстіне қайнап тұрған суымызды құйып қоямыз. Содан кейін біз капустамызды, негізі бұған дейін капустамыздың үстіне тұз салып, қатты мұжып не қойып қоямыз. Оның өзінің суы шығатын болады. Одан кейін дайын болған бағанағы паприканың бұрышымызды салып, осылай араластырып аламыз. Қыздар жақсылап араластырасыздар ғой. Міне көрдіңіздер ме, менде қаншама капустаның суы шықты. Енді бұны бір жарты сағатқа қойып қойсаңыздар болды. Дәмі енді керемет болып шығады екен. Көптеген тамақтарға қосып жей бересіздер. Достар, менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазып кетсеңіздер болады. Сіздерге ас болсын.